Астанада электр жарығы өшкен уақытта 78 жастағы елдің қайтыс болғаны анықталды. Қалада тұрғын үйдің бірінде өрт шыққан. Астанада электр жарығы өшкен уақытта тұрғын үйдің бірінде өрт шығып, өрттен 78 жастағы елдің қайтыс болған деп хабарлайды Халық үні. Сонымен қатар электр жарығы өшкен уақытта Астананың кей аудандарында су берілуі де тоқтап қалған еді. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті берген ақпаратына сәйкес, өрт 29 қазаннан 30 қазанға оған түні шыққан. 30 қазан күні сағат түнгі 12:22-де 101 пультіне Манас көшесі 3-1 мекен-жайы бойынша өрт туралы хабарлама келіп түсті. Өрт туралы ақпарат келіп түскеннен кейін 1 минут ішінде Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына шықты. Белгілі болғандай, 5 қабатты тұрғын үйдің пәтеріндегі бірінші қабатта 18 шаршы метр аумақта үй заттары мен жиһаздар өртеніп жатқаны анықталды делінген ресми жауапта. Өртенген үйден 1951 жыл туған әйелдің мәйіті табылған. Өрт түнгі сағат 12:44-та жедел түрде жойылды. Жоғарғы қабаттардан барлығы 51 адам, оның ішінде 14 бала эвакуацияланды. Өрт орнында 1951 жыл туған әйелдің денесі табылды. Өрт сөндіруге Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті жеке құрамының 16 адаммен және 4 бірлік техникасы жұмылдырылды. Өрттің себебі анықталып жатыр дейді Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі. Айта кетейік, 30 қазан күні елордадағы тосын жағдайға қатысты өткен брифингте кісі өліміне қатысты ақпарат айтылмады. Астана әкімдігінің хабарлауынша, ауруханалар мен перзентханаларда оқыс жағдайлар тіркелмеген. Электр қуатының 30 минут болмауы да көп уақыт. Астанада жарықты тұтынатын 500 мыңнан аса абонент бар. Соның шамамен 100 мыңы жарықсыз қалды. Қаланың шамамен 20%-ында электр қуаты болмады. Барлық шара қабылданды деді энергетика министрлігі. Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің төрағасы Сұңғат Есімханов қала әкімдігіне өткен баспасөз мәслихатында.